Қымбатты оқушы, біз енді Әбу Насыр әл-Фараби туралы сабағымызды бастаймыз. Әбу Насыр әл-Фараби біздің дәуірімізге дейінгі 870-950 жылдардың аралығында өмір сүрген ұлы ғалым, энциклопедист, философ, шығыстың Аристотелі аталған, ғұлама, екінші ұстаз аталған ғалым екен. Бұл әл-Фараби біздің 12-ші ғасырлардың арасында, біздің заманымызға дейінгі араб халифаты билеген 10-12-ші ғасырлардың аралығында ислам дәуірінің әдебиеті өркен жайған тұста білім алған ғалым. Мінекей, бұл ғұламаның 150-ден аса еңбектері жарық көрген. Араб, парсы, грек тілдерін жақсы білген. Оның негізгі кітаптарының аттары тестте үнемі сұралып отырады. Міне, оның негізгі кітаптарының аттары риторика, китап аш-шер, өлең кітабы, өлең өнерінің қағидалары туралы, философияны білу үшін не істеу керек, математика, философиялық трактаттар, тағы басқа көптеген еңбектері жарық көрген екен.